Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз әліппе оқулығындағы барлық әріптермен таныстық. Олай болса, өткен әріптерді тағы да бір қайталап шығайық. Бұл қандай әріп? Дұрыс айтасыңдар. Жуан дауысты дыбыс. А дыбысы ана, алма, ата сөздерінің басында кездеседі. Ал сен қандай сөздер білесің? Келесі әріпке назар аудар. Бұл р әрпінің бас және кіші әрпі. Жоғарғы жағындағы кітаптағы баспа түрі, ал астыңғы сызықтың ішіндегі біз дәптерге жазатын жазба түрі. Қане, буындарды оқып көрейік. Ар, арра, ра. Р дауыссыз дыбыс. Оны көк түспен белгілейміз. Бұл л дыбысы. Л әрпінің бас және кіші әрпі берілген. Жоғарғы жағында баспа түрі, кітаптағы түрі. Астыңғы жағында жазбаша түрі. Лақ сөзінің басында кездеседі. Қане, буындап оқып көрейік. Ал, алла, ала, алар, алар, арра, арал, арала, арала. Ала бұлт. Арал, алма, ал. Арал, арра, ал. Ағаш, аррала. Келесі сөздерді өзің оқып көре ғой. Және көркем жазуды қосымша дәптеріңе көшіріп жаз.